Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Арудың әлемі кино қызым. Фатиманы биден алып кетуге келдік. Фатима кешегі влогымда Аружан екеуі биге қатысқан болатын. Енді бүгінгі влогымда Фатиманың қазір билегенін көрсетем. 10 минут бізге уақыт берем деді видео түсіруге. Сол сұрап алдық еще. Келдік. Келгендер, сурет, в общем, мынандай қарап. Есік ашқан, тұрмыз Аружан екенбіз. 10 минут қалғанда ашам керек. Canım. Что там? Надо ма? Надо ма? Келеміз бе? Апайыңнан сұрай салайын. Аружан екеуміз донерге заказ бердік қой. Он не фри. Фри сенікі үйде тұр. Тағана заказ берген Айша. Ай, молодцы. Мам. Бидің қасына заказ бергенсің ғой. Мам, Қыз екен. В общем, сөйлестім апаймен, бүйтіп сұралмадым, ыңғайсыздандым түсіруге ше. Фатиман айтады, өте жақсы, прям талаптанып тұр, тәртіп бар дейді. 6 жастағы қызға өте сай билеп тұр дейді. В общем, мақтап тұр қызымды, күшті биледі бүгін. Енді февральдағы концертке қатысамайсыздар дейді, потому что сіздер әлі енді ғана келіп тұрсыздар дейді. Бүгін уже міне январь бітіп жатыр ғой. Жарты айдың ішінде не успеете дейді. Аблай күшті билеп жатыр. Зато марттағы концертке қатысасыздар дейді. Прикиньте, концертке барады. Уже? Сені де айтты, Аружанды да марттағы концертке қатысады. Екеуіне бір апай береді екен. Аружанды айтып жатыр, уже бұрыннан билеп жүрген қызға ұқсап тұр. Нормально, в общем, екеуін де күшті мақтады. В общем, кеттік. Үйде Айша деген сендер келген соң бірақ кетейінші деп еді. Оған уже сағат қараңыздар 8 болып кетті. Айшаға жетем дегенше 10 болады. Сол үшін қызым күтпей кете берші деп қызым шығып кетті. Енді біз кешкі сағат 8:30 болады. Уже үйге кетіп бара жатырмыз. Пробкалатып. Сәлем, влогымның екінші күні бүгін. Түнде Мұстафа ұйықтамай, бүгін опять 3:30-ға дейін жүрді. Сонымен құр жатпай, мен Каспийдан заказ бердім. Мынандай зат и мынандай коробка. Қазір ашып көрсетем. В общем, біраз андай мелочь 300 теңге, 500 теңгенде андай мелочь заттарын заказ бергем ғой. Сөйтсем бір қасыққа заказ бергем, андай көбік алатын қасық ше, еттің көбігін. Сөйтсем ол Шымкенттен келеді екен, 300 теңге екен. Ята деймін, 300 теңге Шымкенттен сообщение келіп тұр, бүгін Шымкенттен шығады деп ше. Каспийдан да көрсетілмейді екен, ол қаяқтан шығады, қарамағам да мен оны ше. Сөйтсем ол қасық 300 теңгенің қасығы, сонау Шымкенттен менің үйіме бесплатный доставкамен келді. Обалай ана кәсіпкерге, мен білмей қалдым ше. Әйтпесе алмай қоятын едім, соны 300 теңгеге бола, сонша. В общем, қазір ашып көрістім. Мынау ең кішкентай банкісін екен деп ойлап тұрмын. В общем, банкілерге заказ бергем. Андай бірдеңкелер салатыншы. Жоқ, бұл да мен ойлағандай үлкен емес болып шықты. Мен андай кішкентай мынау. Әйнегін алғым келдіші. Пластиктерім бар ғой, оларға макарон анау салдым да. Мыналарға енді мыналардың жейтін хрутка анауларын салам, в общем. Соған деп алғам ғой. Қазір көрсетем. Мен 8 штукқа заказ бердім. Сынбайтындай салып жүрді, күшті ғой. Нара қант салып қойға кішкентай. Зато әйнекті. Жоқ, нормально.
кішкентай, в принципе, мен басыммен бірдей. Мен бұдан үлкендеу, мынандай қалыңдау, мынандай бола ма, объемный деп ойлап едім. Қазір осылардың бәрін жуып, ішіне печенье сондайлар салып қоямын. Балалардікі. Ананың алдына қойғанға әйнек болып әдемі болып тұрады да, мыналар чем пластикке қарағанда. Сосын жаңа салафандағы мына нәрсе ғой. Тоже 300 теңге тұрады. Бүгін келіп тұр, сразу түнде заказ берген. Бүгін келіп тұр ғой. Андай да, мына жаққа крышканы қоясың, мына жағына. Кастрюль, сковородканың крышкасын қоясың, мына жағына қасық қоясың. Енді 300 теңге тұрса да, үйге необходимый нәрсе ғой деп заказ берген. Қайдан білейін, әрқайсы әр магазиннен бүйтіп адам не істейтінін ше. Мен ойладым қандай бәрі жиналып келе ма деп ше. 300 теңгенің заты үшін бүгін бір адам келді. Ой, атайды. Мінеки банкілерім. В общем, мынандай кіші размерде, мынандай екеу келді, и мынандай екеу келді. Мынандай кіші размер. Бұлар мынау өте кіші, мынау одан кейінгі ішіндегі ең үлкені мынандай 4 штук. Мына менің өзімнің банкілерімді қарасаңыз, міне мынандай көлемді да, объемный. Осыларды салып қойғанға деп ойлап едім. Кукурузные палочки сондайларды ше. Пластиктермен де көп екен, почему-то әйнекке ауысып жатырмын. Мына пластиктердің бәріне енді макарон сондайларды салам да, мыналарды ауыстырам, в общем. И міне мынау жаңағы ненікі. Қалай көрсетсем екен. В общем, тамақ араластырған қасықты былай қоясың. Қазір бір крышканы көрсетемші. Мысалға мына крышканы былай қоясың. Или былай қояма. Былай қоймайды. Жаңа былай көрдім мен суретінен көріп алғам ғой. Міне. Сонда ана су ағып, әр жерге май ағып, мазаңдалмайды. Осындай мелочтардың өзі кухняны таза ұстауға көмек қой. Қарасаңыздар, қандай красота жасап қойдым. Ананың артында мыналардың негізі ана жаққа шығаруым керек, но ладно, тұра берсін дедім. Печеньелерді салдым, бізде көп жейтін чай, кофе. Артында мына салафан негізі маған ең көп керек осы салафаншы, бетін жабатын ыдыстардың. Так что бұны алып қояйық. Мына жер әлі бардақ болып жатыр. Печеньелерді дұрыстап қойдым. Қазір мынаның үстінің бәрін жуам, мына жер мыналарды жуам деп бүткілін, в общем, быт-шыт қылдым. Все, бәрін жуып, тазалап, түгел реттеп сөйтіп қойдым. Менде еще мынандай контейнерлер бар еді ғой. Наған бізде Хлопян, Мұстафа, Фатима, Аружан бәрі жейді. Үлкен контейнерге салып қойдым. В общем, наған йогурт, Мұстафа күшті жейді йогуртты, соны толтырып қойып еді, быт қапты, последний қапты. Мынау Фатиманың мектептен әкелген йогурты. Наған тоже Орео, анау салып қоямын, печеньелер ше жегенге. Сол, в общем, бәрін жинап тазалап қойдым. Аруым кофе құйып берді. Сонымен енді кофе ішіп тамаққа кірісем. Ет асып жатырмын. Кішігірім ғана мындай сүйек бар болатын. Омыртқамен жілік дема не дейді. Сондай. Қазір көбігі шықса көбігін алып. В общем, ет асам. Қастейден келесі заказым келді. Андай не ғой? Мынандай ғой. Как я хотела. Мынандай. Мынандай. Лимон бірдеңке ашық қалады ғой. Соны салып, кішкентай ғана жауып қалғанға. Тоже әйнек. Бүгін әйнек деттім ғой. Сол осындай. Тоже күшті. Лимон салып қоям. Тамағым дайын болды. Бешбармақ. Осындай бешбармақты біз ғана жейміз. Аружан мороженое алып келді. Магазинге барып келдім. В общем, мынандайлар алып келді. Мустик бізде мынандайлар жақсы көреді. Қарайды. Йогурт, соктар. Мына жерімді қараңыздар. Өстіп жасақ қойдым. Бүгін 30 январдың. Уже почти 12-ден асып жатыр қазірші. Сол үшін 30 деп қойдым. Сразу календарымды түзетіп.
өстіп уютный қылып мынау құмыра Аружанның 6 класста жасаған қазір қолымда мына Мұстафа тұрда бір ыңғайсыз болып жатыр шы. Міне Аружан 6 әдет. 6 класста жасаған соң гүлді қойдым, в общем. Сөйтіп барынша әдемілеп жасадым. Мына жерде тұра берсін. Қалай сіздерге бұлай? Ыдысымның бәрін жинап болып, светті өшіріп кетейін деп жатырмын. Мына жерде балалардың тәттілері, Мұстафаның, Фатиманың, в общем. Аружандар сразу әкеп жақ қояды, Фатима мен Мұстафа осылай қойып жейді. Ал енді пранк жасайын деп жатырмын. Фатимаға пранк жасаймын, Аружан көмектесесің ғой. В общем, бір подписчигіміз жазыпты, планшеті, ана беті сынған экранды қоям да, сөйтіп планшетің сынып қалды. Сындырып қойдым деп, құлатып алам да, сындырып қойдым деймін, в общем, реакциясын көреміз. Тут жылап қалмас екен деп тұрмын тағы да. Неге красопеткаға жаза бересіздер пранкты? Аружанға да жазсаңыздар, байғыз красопеткаға обал болатын болды, уж подряд пранк болып жатыр. Ал давай. Фатима ана жақта залды жинап жүр. Залды жинап қойшы дедім да мен оған. Давай соны қой. Бетін кірлетіп да өтеді. Болмай қалса. Вдруг ба? Навру қарашы. Навру осы қараң әдемі екен. Давай ал көрейік. Ойбай кеп қалмасын шығызым. Күштілеп тұрып үй жинап жатыр. Мұстафаны ұйықтатып қойдым. Сонымен ол өзі жинап жатыр. Экран өшпейтін де жазса? Жоқ, бұны мен қазір обойға қоямын. Обойға қалып. В общем, обойына қоямыз қазір. Айбай, Аружан бәрін білесің ғой. Тарс қотады емдік. Мен болсам қазір мынаны ютубқа кіріп, как сделать деп жазатын едім Аружан. Как сделать экран сбитый деп, сбитым деп жазатын. Вау, гениально. Все. Все. Не істедің қазір? Все. Саған ұқсап тұр ма? Шынды кетті. Вася, извини. Ты такое просто думаешь, да? Думаешь, что я на это поведусь? Фати, сындырып алдық жаңа. Мұстафа түсіріп алды. Қарасай дұрыстап. Экраны Это кетті. был, ну просто мы поставили, чтобы Кіріп қалған қалай кетті. не поверила, потому что если А сейчас... почему тут вот такое? Ну, чтобы ты не поверила, то что там мы разбили. Просто там мы спрятали с этим черным экраном. Быстро сделали мой. Фатима байқамай сындырып қойдық. Соны дұрыстай алмай атқанбыз Аружан екеміз. Нет, я вам Орнына не верю. келтірамай Вот, жатырмыз. смотрите, это просто черный фен. Фен? Это просто какой-то, это Фен? просто черный такой цвет. Фен, Такое в гугле есть. Я видела такое. Ол не? Черный фен деген. Там где... Фон может быть? Да, фон такой. Фен дейді ғой. Ту, Фатима неғып жалмаңдап кіріп келдің? Мынаны неменеге әкелдің енді? А это я хотела в детский положить. Ладно, просто уважайте. Байқамай сындырып қойдық дейм. Эй, жоқ, қайдан мына жақтан? Не қайда? Ой, сіз Әй, не? Мынау жындана ма десек кіріп обои тұр ғой. меняющие. Найдите, пожалуйста, я хочу обои поменять просто. Зачем поменять? Сынып қалған, мынау сынып қалды дейм. Қайдағы поменять обой дейді мынау. Нет, наверное, вот это, наверное, нет. Өзінің видеолары бар, кешке дейін видео түсіреді, ойын түсіреді. Кеше көрпешені төсеп алып 24 сағат көрпенің үстінде деп өзімен өзі түсіріп жатыр ғой уже. Андай не болып қалған ғой, түсірмесе тұра алмайтын болып қалған ғой. Вот это может быть. Фати, байқамай сындырып қойдық дейм. Да я вам не верю. Вот сейчас вот это вот подставлю, например. Как тут делается? Вот это вот хочу. И быстренько вот это все. Быстро, быстро дали.
Я вам не верю никому. Әй, байқамай сындырып қойды, қарасай. Ұстап көрсей сен, ұстап қолыңмен сынған жерін. Жоқ, сынған жерін ұстап көрсей, экран мына жерлерді. Шықшы, мына жерлерді қара да. Айбай, қолым кесіп кетеді. Кесейін деп тұр ғой. Давайте я попробую разбить тогда тоже. Давай. Где? Эй, жынды? А? Он же все равно разбитый. Ну, разбей тогда, если тебе не нужен. Эй, мы жоқ. Не, ну правда же. Бұл пранк болған. Опять не удался менің пранкым, блин. Бір 2 минуттан кейін келсең болмас па еді? Жетіп кеп тұр, адамды шошытып. Меняйте меня обои. Абой. Вы меняйте обои. Өздеріңіз көргендей, тағы да болмай қалды пранк. Күшті келатқан негізі. Фатима, сен алданар ма едің бәрібірде, егер вовремя кіріп қалмағанда? А? Алданып қалар ма едің? Бәрібір алданбас па едің? В общем, өтпейтін пранк жазбасаңыздар, өтетін пранк жазсаңыздар. У меня теперь... Өтпей қалды ал тағы не болды? Спасибо большое, у меня теперь очень сильно красивый экран. Әке көрсетейін. Очень красивый. Мынандай қылып уже өзгертіп қалды. Сіздер кішкене өтетін пранк жазсаңыздар, сіздердің жазған пранктарыңызға датабо 6 жастағы қыз алданбайдышы. Өздеріңіз жаздыңыздар, мен жазғандарыңызды істеп жатыр. Мен просто пранк көп көрмегеннен кейін сіздерден идея сұраймын. Сіздердің жазған пранктарыңыздың өзіне нағыз алданбайды ғой, даже нағыз. Уже нешінші пранкым өтпей қалып жатыр. Сен алдай алмай қалдым ғой мен даже. Неге алданбай қалдың енді? Өйткені мен, потому что это же невозможно. Вы же сами купили мне iPad все-таки. Өзім әперіп, өзім не қыла салады дейсің ба деші? Сындыра салады дейсің ба деп тұрсың ғой, иә? Это же невозможно. Сіз көп еңбек жасадыңыз ғой, чтобы купили мне iPad. Да, көп еңбек жасадық қой, қызымыз екеуміз, иә? Поэтому мне кажется, осы қызымыз екеуміз. Что мы никогда не сломаем. Туған күніне алып беріп едік қой, осы iPad-ты әлі ойнап жүргеніне биыл 1 жыл болады. Қазір ғана алды, осы iPad-ты алу үшін залды полный жинап, тазалап, ойыншықтардың бәрін дұрыстап, сортировать етіп, біраз жұмыс істеп болды, 1 сағат. Иә, Фатима? Сөйтіп, бүткілін тазалап, қазір Фатима біраз жұмыс істей алады, сондықтан өзінің жасына қарай бұның өзінің обязанностары бар. Сол жұмыстарды істеп келіп, енді қолы жетіп, не ойнап жатсың? Roblox. Сразу Roblox ойнап жатыр. Негізі Фатима көп подписчиктерің сенен Roblox ойнашы. Roblox ойнашы деп сұрап жатыр. Комментарийді оқысам, Фатима ойнашы, Roblox ойнашы деп жатыр. Не істейміз? Значит, следующий мен өзім қалам ғой. Менде көп видеолар бар. Бұл еще өзі түсіріп қалған ғой. Roblox жақсы көресің, е? А еще мен қазір өзімнің подругамды мына жаққа өзі менің паролімді көрсетейінші сіздерге. Менің подругасы мына жаққа менің кодымды жазады, сосын барып я ее давай білу. Қай подругаң? Ол Зере. Мінекен. Қай Зере, біздің Зико ма? Басқа ма? Кластасың ба? Иә, кластастым. Мынаны қараңыздар, мынаның бәрі подписчиктерің, мыналар? Иә, бәрі мыналар подписчик. Подписчиктермен ойнайды өзі, әйтеуір отырып, мама, я с подписчиками играю дейді. Күніне 1-2 сағат. Қанша сағат ойнайсың күніне? Ойланып кеткендей ма? Мына қазір 1 сағат ойнайды да, потом биіне барып келеді, бүгін биге баратын күні. Сөйтіп кешкісін планшет алу үшін тағы да Фатима кітап оқитын болады. Я добавила свою подругу. Уже добавила, да? Она зашла ко мне. Кітап оқитын болады, жазу жазатын болады, сурет салады. Енді келесін бастайық та, басқа кітап. Сөйтіп сурет салатын болады, Мұстафаны ойнатады. Сондай тапсырмалардан кейін барып планшетті бірақ алады 1 сағатқа. Е? Все, А еще, мам, ау. вы забыли одно. Что? Айтсай? Сейчас скажу. В общем, Ойынға я кіріп же... Этот, как там? Мен сізге бір подарок жасаймын ғой, я бір кезде. Сол кезде соның ішінде и соның раньше, да, мен всегда подаркаларының ішіне мен пакетикелерді жасаймын, да. Иә, қолымен. Сіз бәрі білесіз ба не? Не?
барып оның упаковкасында, упаковка бар ғой, Иә. Ол жақта Мгм. просто Тез айтасыз ба? Ойынға кіріп. Не айтып жатыр едің? просто вот эти там пакетики, и там, например, я сделала пакет тока-боки, и там вещи тока-боки. Соның бәрін өзі қолымен жасайды менің қызым деген. Сөйтіп Это уақытын все өткізеді. клеить, это все нужно разреживать. Да, разрезывать. В общем, сөйтіп жұмыстарын істеп барып, планшетті бірақ алады қызым деген. Да, сейчас я сделала все свои дела и играла, вот видите? Вот, да. Солай істеу керек, е? Да. А то болмайды. Кешке дейін жатып алуға болмайды. Ол көзді ауыртады, көзді құртады, миды құртады, бүткіл нәрсені құртады. Қызым біледі оны, ақылы бар. Өйткені, если ты не будешь делать задания, да, и если ты не захочешь, например, делать уроки, да, тогда кукла появится, да, и она будет за тебя все делать, и потом... Алдында бір видео көрген ғой. Сенің орнына кукла появится, потом сол сенің орныңа бәрін істеп, сен куклаға айналып қаласың дейді. И кукла сенің орныңа адам болып кетеді дейді. Сондай бір видео көргенбіз. Соны айтып жатыр ғой. Нандайды Мұхамеджанға подарить еткен. Енді осы мен түсірейін десем, дымға жарамайды екенші. Былай көрдім. В общем, істете алмадым. Күшті деп қуанып едім. Это штатив. Да, штатив. Кухняға іліп қойып түсірем ба десем, болмады, в общем. Сол, ал енді мен сіздермен қоштасайын. Ендігі Крутой пранк! өтетін пранк жазыңыздар. Кішкене нормально пранк жазсаңыздар. Құрсын, мен негізі мына пранкты өтеді деп ойлағам. 100% өтеді деп ойласам, қызым уже өсіп кеткен, в общем, өтпеді. Сол, қызықты идеялар жазыңыздар. Мен ылғи да байқасаңыздар, видеомда влог, бұл пранк қана емес, менде алды влог болып келеді да, пранкты ең соңына қоям. Себебі үй жинағанымды салам, бір жерге барғандар, негізі менің каналым влог болғандықтан влог қана салам дегем. Но сіздер пранк жасаңыздаршы деген кейін артына чуть-чуть қана бетіп пранк қосып жатырмын сіздер үшін. Иә, влог түсірген Фатиманың биге барғанын. Бүгін енді Фатиманың биін мен түсіре алмаймын. Папасы барса, папасына түсіріп алыңыз деп айтам. Билегенін көрсетеместі.